Қайсыздар ханымдар, сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін бетті күнге күйген теріні ағартатын күшті маска көрсетейін деп жатырмын. Бізге екі ғана зат керек болады. Өзімнің бетім күнге күйіп кетті. Қанша SPF-пен қорғансам да, енді соны бетті ағарту керек болады. Сол үшін өзіме жасап жатқан масканы сіздерге де түсірейін деп шештім. Бұл жерде бізде мына жерде қолдың айраны, сіздер магазиндікін қолдансаңыздар да болады, 2,5%. Және де ол жерде менде көк шай. Көк шайды мен осындай кофемолкада ұсақтап қойғанмын. Көк шай витамин С керемет бетті ағартады және де бетті күшті сепкілдерін тазартады. Япониялықтар көп қолданылады деп жатады, корей қыздары. Енді осы екеуін араластырып бірдей масса қылып аламыз да бетімізге аллергия тесті анықтап жағамыз. Менде аллергия жоқ, бұрыннан қолданамын, сондықтан мен қолдана беремін. Ал сіздер қолданатын болсаңыздар міндетті түрде білектеріңізге, немесе мойынға, құлақтың артына кішкене масканы жағамыз. 10-15 минут күтеміз. Ешқандай дискомфорт, ашу, қышу, қызару жоқ болса, бұл масканы жаға берсеңіздер болады. Қазір араластырамыз. Маскамыз дайын ханымдар. Енді осы масканы тазартылған бетімізге жағамыз. 15-20 минут күтеміз. Сосын жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан ылғалдандыратын крем жағып қоямыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет маскалармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Фируза Мырзаева, косметолог маман және табиғи маскалардың эксперті. Инстаграм парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады, тиктокыма және де осы каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мені жоғалтып алмаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.